Қыздар, баршаларыңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тандырсыз қарапайым пештің өзінде дайындалатын тандыр самсаны дайындайтын боламыз. Бұл рецептпен міндетті түрде самса жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Бізге керекті заттар: су, ұн, тұз, сары май, салмасы үшін ет және де 3 дана пияз қажет болады. Ең алдымен суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымызға құйып, үстінен ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Қамырларыңыз тым қатты немесе тым жұмсақ болып кетпесін, өздеріңізге жаюға қандай жұмсақтықта ыңғайлы, дәл солай етіп илеп алсаңыздар болады. Ұндарыңыз міндетті түрде електен өткен болсын. Неге бізде осындай жұмсақтықта қамыр шығады? Енді осы қамырымыздың бетін жауып 15-20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Дайын болған тынған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Зуалылар жасап, тағы да 5-10 минутқа тындырып қойсаңыздар болады, немесе бірден жайып кетсеңіздер де жарайды. Мен тындырған жоқпын, бірден жайып кеттім. Осылай ұн сеуіп отырып, тым жұқа, тым қалың қылмай, орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Неге біз бірінші зуаламызды жайып болдық, енді екінші зуаламызды жайып алғанымызша бұл қамырымызды шетке ала тұрамыз. Екінші қамырымызды да дәл солай жайып аламыз. Дайындап жайып алған қамырымыздың үстіне сары майымызды ерітіп, барлық жеріне толықтай тегізіп жағып шығамыз. Толықтай жағып болғаннан кейін жаңағы алып қойған қамырымызды май жағылған қамырымыздың үстіне жайып шығамыз. Екінші қамырымыздың үстінде толықтай барлық жеріне тегізіп майлап шығатын боламыз. Неге қыздар, біздің қамырымыз дайын. Енді видеодағыдай осылай тартып, нығыздап, орап шығатын боламыз. Соңынан улитка сияқты етіп орап, целлофанға салып, 1 сағатқа мұздатқышқа жібереміз. Енді салмасын дайындаймыз. Мен салмасы үшін ет пен пиязды пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салмасын өзгертсеңіздер болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш, зира қостым. Дәмдеуіштерді де өз еріктеріңіз бойынша ауыстырсаңыздар болады. Жақсылап араластырып салмамызды дайындап аламыз. 1 сағат мұздатқышта тұрып, майлары қатып, дайын болған қамырымызды өзімізге керек мөлшерде кесіп алатын боламыз. Мен кішкене үлкендеу етіп жасадым. Өз қалауларыңыз бойынша кіші етіп жасасаңыздар да болады. Дәл осылай қамырдың ортасынан басып, жайып аламыз. Дәл ортасынан бассаңыздар, қатпарлары дөңгелек болып әдемі көрінетін болады. Салмамызды салып, самсамызды қалай түйеміз, соған қарай кішкене формасын келтіріп аламыз. Мен самсаны тамшы кейпінде түйдім. Осылай төменгі жағының барлығын біріктіріп алып, жоғарғы жағын түзу етіп түйіп шығатын боламыз. Видеоны анықтап қарасаңыздар, барлығы да түсінікті. Түйу аса қатты қиын емес. Мінекей бізде осындай тамшы кейпіндегі самса шығады. Екінші рет тағы да көрсеттім. Жақсылап қарап алыңыздар. Егер де маған тамшы кейпінде түйген ұнамайды дейтін болсаңыздар, өз еріктеріңіз бойынша дөңгелек немесе үшбұрыш етіп түйіп алсаңыздар да жарайды. Төменгі жағын толық біріктіріп, жоғарғы жағын түзу етіп түйіп шығамыз. Қыздар, ескерте кететін жайт, самсаларды түйіп бастаған кезде табаны пешке салып 200 градуста қыздырып қойыңыздар. Неге біздің табамыз осындай ыстық болып тұру керек? Пешті қосқан кезде табаны міндетті түрде ішіне салуды ұмытпаңыздар. Енді самсаларымызды осылай жұмыртқаның ағына бір батырып, ыстық табамызға орналастырып шығатын боламыз. Табаларыңыз
қатты ыстық болып тұру керек, ол міндетті жылы болса жарамайды. Осылай жұмыртқаның ағына бір батырып, барлығын орналастырып шығамыз. Алғашында самсаларымыз табамызға толық жабысқанша дәл осылай салып пеште 5-10 минут ұстаймыз. 5-10 минут өткеннен кейін табамызды төңкеріп қайта салатын боламыз. Астына пергамент немесе фольга төселген табаны қоюды ұмытпаңыздар, біздің самсамыздың соғы ағуы мүмкін. Қыздар, байқасаңыздар, біздің самсамыздың соғы аққан, сол үшін де табаны міндетті түрде қойыңыздар. Қыздар, мінекей біздің тандыр самсаларымыз дайын болды. Табадан алу кішкене қиындау болады, осылай пышақтың көмегімен алсаңыздар болады. Қараңыздаршы, асты қандай қып-қызыл әдемі болып піскен. Қыздар, небәрі 30-40 минутта тандырсыз-ақ қарапайым пештің өзінде керемет етіп тандыр самса дайындауға болады. Дәл осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Рецепт бойынша бір рет осылай тандыр самса дайындайтын болсаңыздар, базардан тандыр самса алмайсыздар. Жасап көріңіздер, ас болсын.